Қыздар, бүгін бір қамырдан 3 пирог жасап шығарамыз. Міндетті түрде сақтап алыңыздар, жасап көріңіз. Ең алдымен песочный тесто жасаймыз. Онға сары майды және де қант ұнтағын, разрыхитель қосып, жақсылап крошка жасап аламыз. Үстіне жұмыртқаны қосып, жұмсақ қамыр елеміз. Қамырымыз қолымызға жабыспайды, қыздар. 3 бөлікке бөліп, тоңазытқышқа 1 сағатқа қоямыз. Оғанға дейін ортасын салатын начинкасын дайындаймыз. Бірінші карамельный пирог, жұмыртқа, қаймақ, сгущенка, шөуін қосып, жақсылап араластырып, табамызға қамырды орналастырамыз және де ішіне начинкасын қойып 180 градусқа пешке пісіруге жібереміз. Келесі пирогымыз Рафаэлло пирогы болады. Рафаэлло пирогына жұмыртқа, қаймақ, сгущенка және де кокос стружканы қосамыз және де 2 қасық ұн қосамыз. Жақсылап араластырып, қамырымызды жаңағы табамызға орналастырып алғаннан кейін үстіне начинкамызды қойып 180 градусқа пісіруге жібереміз. Келесі пирогымыз бізде восточный пирог болады. Ішіне өзіңіздің қалауыңыз бойынша кептірілген жемістерді қолдансаңыз болады және де үстіне 1 банка сгущенканы қосып жақсылап араластырып, табамызға қамырды орналастырып және де үстіне начинкасын қойып, қасықтың көмегімен жақсылап барлық жеріне жаймалап шастыр. 180 градусқа пісіріп аламыз. Мінекей қыздар, біздің 3 пирогымыз да дайын болды. Менің парақшамнан қыздар осындай жеңіл рецепттерді таба аласыздар. Парақшама тіркеліп алып, видеом ұнап жатса лайк басып кетуді ұмытпаңыз.